Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз наггетс жасайтын боламыз. Бұл барлық адамдардың жақсы көретін іске басары. Осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, сіздерде де осындай керемет, қытырлақ, өте дәмді наггетс шығады. Біз бұны майсыз пеште пісіретін боламыз. Олай болса, видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Бізге тауықтың төс еті керек болады. Оны жақсылап жуып, осылай жалпақ етіп турап аласыздар. Енді осының үстіне сұйық майымызды және крахмалымызды салып, үстіне тұзды және дәмдеуіштерді салып, осының барлығын жақсылап араластырып, үстел үстіне жарты сағатқа маринадқа қалдырамыз. Енді біз кляр дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны дайындап алдық. Оның үстіне тұзды, паприканы, суды құйып, осыны бір араластырып алып, алдын ала дайындап қойған ұнымыздан 3 ас қасық салып, осыны түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып, кляр дайындаймыз. Осы Pringles паприка чипсін қолданатын боламыз. Оны блендерға салып, үгітіп, біз бұны панировочный сухаридің орнына қолданатын боламыз. Өте қатты ұсақтаудың керегі жоқ, бізде осындай түйіршіктер қалу керек. Маринадта тұрған төс еттеріміздің үстіне алдын ала дайындап алған клярды құйып, осының барлығын жақсылап араластырып аламын. Маринадталған тауық төс еттерін чипсыға аунатып, оны пісіретін формамызға орналастырамыз. Дайын болған наггетсті қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне достар, біздің наггетс дайын болды. Оны формасынан босатып, ыдысқа салып аламыз. Қараңыздар достар, өте керемет болып шығады. Жасауында еш қиындығы жоқ. Майсыз, қытырлақ, дәмді наггетсті міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.